Қысқасын айтқанда, қорқынышты ертегі. Ол күні бірдеңенің күні болды, яғни түні болды. Мен ноутбуктан қорқынышты фильм қарап отырдым. Неге күліп жатыр десеңдер, себебі қорқынышты фильмдарды мен күнде солай қараймын. Қатып тұр әжеті. Фильм қараңғылық жайлы болды. Барған сайын қорқынышты болып барады. Но мен ештеңеден қорқпаймын, себебі свет сөніп қалды. Немене? Қарап көру керек еді, көршілерде бар ма екен? Мен көршілерден сұрауды шештім. Шешімімді атмені қылдым. Себебі подъезд қорқынышты. Но бірақ мен ештеңеден қорқпаймын ғой. Все. Мен кеттім. Да, ну нафиг. Телефонымна фонарик қостым. Үйді аралап жүрдім. Бір кезде бірдеңе тырс ете қалды. Шошып кеткен, мен өзім телефонымды түсіріп алдым. Телефонымды көтердім. Үйімде, оказывается, менің інім бар екен ғой. Ол менен не істеп жүрсің деп сұрады. Мен оған үйді күзетіп жүрмін деп айттым. Ол қуасың ба, ұйықтайтын уақыт келді ғой деді. Сосын маған төсек салып ұйықта деді. Бірақ менің ұйықтағым келмеді. Сондықтан да мен оған давай қорқынышты ертегі айтайық деп ұсындым. Ол дайын тұрды. Бірінші ол бастады. Оның ертегісін мен ұйықтап қалдым. Ол мені оятты. Сенің кезегің келді дейді. Ал мен не айтарымды білмедім. Сондықтан да оны қорқытып бастадым. Өтіріктен талып қалдым. Ол ағалай берді. Бетімнен шапалақ берді. Бірнеше рет түртті. Мен әрең шыдап отырмын. Енді мені қытықтауды шешті. Сол кезде шыдамай күліп жібердім. Ол маған ертегіні айтсын деді. Ал жақсы деп қорқынышты ертегіні айтып бастады. Бастамасы оған қызық болмады. Бірақ жайлап мен құбыжықтар жайлы айтып бастадым. Оған бәрібір болды. Мен оған ол шын өмірде болған жағдай деп айттым. Інім қорқып бастады. Әрі қарай айта берген сайын ол көрпеге жамылып бастады. Менің ертегім қорқынышты болды. Қалай деп сұрадым. Ол маған терезеге қара деді. Қысқасын айтқанда, қорқынышты ертегі.